келесіңдер ме балалар? Отырамыз. Балалар, кітап, дәптер, қаламдарымызды туралап қоямыз сабаққа. Бүгін сыныпта кім кезекші? Және Трабой. Бүгін сыныпта кім жоқ? Трабой. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау үшін шарттық шеңберіне тұрайық. Қане келе қойыңыздар. Шамалы шеңберімізді ашамыз балалар, сізбенмен болып тұрайық. Бір-бірімізге тез айтқанда, анық дауыстап айтуға тырысамыз. Қазір бір-бірімізге жақсы тілекті әркім өзінің есімінің бас әрпінен айту керек. Жанындағы жолдастарына қарап, өздеріңіз жақсы тілектеріңді айтасыздар. Мысалы, менің есімім Жазира, демек мен Ж әрпіне келетін жақсы тілекті жанында тұрған Маяға айтуым керек. Сендер де тура солай, өздеріңнің есімдерінен келетін жақсы сөзді келесі жолдасына айтасың. Түсінікті ма? Ал онда жұлдыздай жарқырай бер. Ерімді бол, көп күліп жүр. Берекен көп болсын. Жүрі бол. Жақсы бол. Сыпайы бол. Бақытты бол. Адал бол. Ақылды бол. Қымбатты бол. Іздесті бол. Аман бол. Данышпан бол. Рахмет. Көрдіңіз ме балалар, бір-бірімізге үнемі осылар жақсы сөз айту адамның көңіл күйін көтереді. Ұнады ма жақсы сөз бір-біріңе айтқан? Кәне онда орнымызға жайғасып отыра қояйық. Балалар, бүгін сабақта біз топпен жұмыс жасайтын болғандықтан, сендер қазір парталарға қарап ыңғайланып отырып алған екенсіңдер, бірақ мен сендерді өз таңдауларымен емес, қазір қандай да бір басқаша жолмен топқа бөлейік. Жарай ма? Ол үшін балалар, мына жерде мен 3 түрлі стикер дайындағанмын сендерге. Сол стикерді мен қазір алып барамын. Сендер өздеріңе ұнаған стикерді алуға тырысамыз. Кәне, аламыз. Орнымыздан тұрамыз. Кім қандай түсін алғысы келеді алуға рұқсат аламыз. Бір-біреуден аламыз. Жарай ма? Енді ұстаған түстеріңмен отыра тұрамыз. Кәне, мына топ. Енді мына топ қалған стикерді таңдап алуға болады. Сыныпта бір оқушы жоқ болғандықтан ал енді қараңдар, есімдерге түсірейін дейін топқа бөліп. Енді қолдарына ал қызыл түс алған стикер бір топқа жиналамыз, ал жасыл алғандар бір топқа, сары алғандар бір топқа жиналамыз. Кәне орнымыздан тұрайық. Бірінші топқа барамыз, жасыл жинағандар екінші топқа барсын, ал қызыл жинағандар бірінші топқа барсын, ал сары жинағандар үшінші топқа барып топтасамыз. Сабақ басталмас бұрын бүгінгі бағалау әдісінде түсіндіріп өтіп кетейін. Қараңдар, қазір 3 топқа маған қараймыз балалар. Бәрін маған қараймыз. 3 топқа 3 қағаз беремін парақша. Ол жерде не істейсіңдер? Бірінші топта мен есімдерімді жазбағанмын. Оның себебі мен қай топқа кім түсетінін білмедім. Дұрыс па? Сондықтан сендер өздеріңнің есімдеріңді жазып шығасыңдар мына жерде. Әр тапсырма бойынша қай бала белсенділік танытты, сол балаға бал қойып отырасыңдар. Әр тапсырманың дескрипторы көрсетіліп айтылып тұрады. Сол кезде 3 бал болса, егер бала сол жерде толыққанды белсенді жұмыс жасаған болса, онда сендер оған 3 бал бере аласыңдар. Егер бала белсенді болмаған жағдайда, сәл ғана жұмыс жасаған жалғаулық танытса, оған 1 бал берулеріне болады. Ал орташа деңгейде сендерге бірге топпен жұмыс жасаса, онда оған 2 бал беруге болады. Ал енді 1 бал берілетін тапсырмаларға, ол жұмыс жасамаған оқушыға тапсырма бал береміз ба? Бермейміз, дұрыс. Ал енді балалар, бұл жерде бізге адалдық өте қажет. Бәріміз адал болып бір-бірімізге адал баға қоюға тырысамыз. Түсінікті ма? Мына топтарының әркім атын жаза берсін. Әр топтың бағалау парағына жазамыз. Аты жөндері
өзіне берсе аты жөнін жазып шығады. Иә? Дұрыс. Неге ғой? Жылдам. Аты жөндерін жазамыз. Енді бүгін сабақ қалай бағаланатынын түсінікті ме балалар? Иә? Демек, бағалау біз бір-бірімізді, өзімізді и жолдасымызды бағалау жүреді сабақта. Ал енді, балалар, болдық па? Болдық қой? Солай ма? Онда бәріміз маған қараймыз. Ақбота, орындықтарын былай көріп, маған қарап отырамыз. Топпен жұмыс жасағанда, топқа қараймыз. Нұрали, Ержан, барлықтарын маған қараймыз. Ал топпен жұмыс жасағанда, балалар, топқа қарауға тырысамыз. Енді қараңдар. Мен сендерге үйге негізінде ереже берген, дұрыс па? Сонымен қатар біз оның алдында өткен тапсырманың мәтіндерін талдау жүргізгенбіз. Өткен сабақта сендерде қаншалықты ақпарат естеріңде қалды, сонымен қатар үй жұмысына қаншалықты дайындалғандарыңды мен бүгін сендерге миға шабуыл сұрақтары арқылы тексеремін. Бұл сұраққа қараңдар. Әр топ екі сұраққа жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 1 балл, жалпы 3 балл беріледі. Ал енді қараңдар, бірінші топ 2 сұраққа жауап берсе, демек 1 баллға ие боласыңдар. Мына топ 2 сұраққа жауап берсе, 1 баллға ие болады. Мына топ 2 сұраққа жауап берсе, 1 баллға ие боласыңдар. Енді қараңдар, ол балды сендер топпен ақылдасқан кезде кім өз ойын жеткізді, ортақ пікір қосты, сол адамға беріледі. Егер сендер топпен ақылдасқан кезде ол сендерге ешқандай ақыл кеңес бере алмай оқымаған болса, онда ол балаға береміз ба? Бермейміз. Енді қараңдар, бірінші топ, бірінші, екінші сұраққа, екінші топ 3-4-ке, үшінші топ 5-6-ға жауап беру керек. Енді қараңдар. Сендерге егер ақылдасып, жазып, ортақ ойды білдіреміз десеңдер, мен сендерге қағаз беремін дайындалу үшін, және сендердің дайындалуларына 2 минут уақыт беремін. Ережелерде міндетті түрде мысал сөйлемдер қосылулары керек. Әр бала мысал сөйлемдер қосылу міндетті. Олар топпен жұмыс жасап, және бір-біріне бағалап отыруды ұмытпаймыз. Уақыттарым қалды, одан кейін топ отырады. Содан жайғасып, топтағы әр оқушы сөйлеуге кірісу керек. Балалар, 20 секунд уақыттар қалды. Оларын жинақтауға тырысамыз. Уақыт бітті, балалар. 3 шапалағымыз. Болды. Барлық нәрсені қоямыз. Енді бірінші топ өздерінің жауаптарынан бастайды. Бірінші топтың сұрағы 1961-1992 жылдар аралығында Астана қалай аталған? 1961 жылдан бастап 1992
Қазір талдау жұмысын жүргіземіз. Екінші сұрақтар. Термин сөздерде қандай сөздерді айтамыз? Кәсіп немесе жұмыс туралы сөздер, мысалы биология. Бірақ сөз ба? Жоқ. Тағы қандай мысал? Тек бір оқушы сөйлемейді балалар. Мысалға алатын болсақ, қазақ тілі, біздің сабағымыз. Қазақ тілі туралы бір термин сөз айтып жіберіңдерші, тоқсан. Неологизм деп жатады. Келесі топ. Енді кім қалай жұмыс жүргізді, солай бағалап отырамыз. Екінші топ. Термин сөздерде қандай сөздерді айтамыз? Үшінші, 1997-98 жылдар аралығында Астана қалай аталған? Орнымыздан тұрамыз. 1998 Астана Ақмола деп. Дұрыс. Бірінші Целиноград болып аталды, одан кейін Ақмола болып аталды. Енді неологизмдерде қандай сөздерді айтамыз? Дұрыс және саладағы тілге жаңа мағына мен сөздерді жатамыз. Мысалы, және мағына тұра мағына арқылы аударған сөздер, мысалы, ғаламшар планета және аудармасы жоқ көптеген тілдерге ортақ сөздер. Олар мысалы биология, атом химия. Енді үшінші топта Ақмола 19 ғасырда қандай ошалық болды? Енді диалект сөздер дегеніміз қандай сөздер? Ол әдеби тілді байыту үшін арналған сөздер. Мысалға болат, келді, Енді балалар, қазір біз сендермен бұл тапсырма бізде өткен сабақты пысықтау, үй жұмысын қанша деңгейде сендер ережені оқығандарыңды тексеру болады. Енді балалар, кім қалай жұмыс жасады топта? Мысалы, мен байқадым, бір балалар мүлдем кеңес бермей отырған балалар болды. Демек, олар үйде кітапты ашып қарамады деген сөз. Ондайларға бал бермейміз. Ал жұмыс жасағандарға бір балдан беріп қойыңдар балаларға. Енді қараңдар, бәріміз қараймыз. Не көріп тұрмыз? Әр топтан бір спикер сөйлесін. Бағана сөйлеген, алдында сөйлеген спикер емес, одан басқа спикер сөйлеуге тырысады. Мына топтан, Алиша, не көріп тұрсың? Ағылдан жоқ. Сендер мына сөйлетке қарап не айта аласыңдар? Екінші топ. Мына топ ше? Бұл сөйлете астананы көрсеткен. Бұл бәйтерек, ол өте керемет ғылым. Ал енді балалар, мен бұл суретті не үшін шығардым? Себебі біздің тақырыбымызға бұл суреттер бүгінгі тікелей қатысты. Енді осы суретке қараңдар, қандай керемет жерлер көрсетілген. Демек, сабақтың тақырыбы қандай болуы мүмкін? Болжап көрейікші. Астана тақырыбы дейді. Надоп? Астана Асиям қала дейді. Астананың көрікті жерлері дейді. Енді бәріміз жобаладық тақырыпты. Астананың біздің бүгінгі тақырыбымыз сендермен Астана әсем қала болады. Енді сендер ойлап отырған шығарсыңдар, біз бұл тақырыпты өткен сабақта өттік қойдық, себебі бізге балалар бұл тақырып 2 сабаққа берілген болатын. Біз өткен сабақта тыңдалумен жұмыс жасады Астана туралы. Енді бүгін сол сабақтың тапсырмаларын орындауымыз керек. Сол сабақты біз бекітуіміз керек Астана туралы. Енді қараңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мұқият тыңдап аламыз. Біз
Бүгін сабақта қандай мақсатқа жетуіміз керек? Бірінші, ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Екінші, мәтін тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу. Ал үшінші біздің мақсатымыз неологизм, термин, диалект сөздерді қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Біз бүгінгі сабақта балалар осы мақсатқа жетуіміз керек. Осы мақсатқа жету барысында біз сендермен түрлі жаттығулар орындаймыз. Түсінікті ме? Сұрақ бар ма? Онда тапсырма желісіне өтеміз. Енді қараңдар, бірінші тапсырмада балалар, мен сендерге қазір 3 топтың 3 адамы шығып, 3 конверт алады өздері, бірақ барлығында бірдей сөздер. Ол берілген сөздерді өзіміз өздерге берілген себепке салуымыз керек. Әр себептің өзінің термин, диалект және неологизм деген себептер болады. Сендерге әр сөзді өздерінің себебіне шатастырмай салып шығуымыз керек. Түсінікті ме балалар? Қазір сөз беріледі. Әр сөзді балалар өз себебіне салуымыз керек. Шатастырып алуға болмайды. Әр себепке өз сөздерін саламыз. Енді міне сендерге 3 топ берілген, 3 қағаз ішіндегі сөздеріміз бірдей. Сөзді ортаға төгіп, топпен ақылдаса отырып, әр себепке өзіне қатысты сөздерді салып шығамыз. Конвертке бөлеміз. Бұл тапсырмаға балалар сендер жасауға 4 минут уақыт беріледі. Жинақтаймыз секундтар алды. Ойларымды жинаққандар, ақылдасып бәрін бір шешуге. Біттік қоя, бәрін орнымызға отырамыз десек, 3 шапалағайып, тапсырма аяқтады. Енді қараңдар. Енді бұл жерде өз-өздеріңізді тексере алмайсыздар, өз-өзімізге бал қоя алмаймыз. Не істейміз? Топ себебімізбен ауысамыз. Бірінші топ себетін екінші топқа береді, екінші топ себетін үшінші топқа береді, үшінші топ себетін бірінші топқа береді. Алмастырамыз себеттерді. Себет алмастырамыз.
кілт шығарамын, тапсырманың кілті. Сол кілтте қандай сөз қай топқа жататыны көрсетілген. Сендер сол бойынша тексересіңдер. Егер дұрыс болса, барлығы дұрыс деп айтамыз. Егер қате болса, 2 сөз қате болды, 3 сөз қате болды деген сияқты қатесін айтамыз. Енді қараңдар, тексеруге сендерге 1 минут уақыт берейін. Қараймыз. Тексереміз, жаңағарды алып, шатастырып алмаңдар балалардың еңбегін. Дұрыс емес болса, бұлай шетке шығарып қойыңдар. Кейін неше сөз дұрыс болмаған, дұрыс емес болған сөздерді бір шетке қойып қоямыз. Шатастырып салынған сөздерді. Балалар сыртқа шығарып алып, дұрыс сөздерді салып жинасаңдар да болады. Қалай тексересіңдер? Неше сөз қалады, дұрыс емес болған. Балалар аяқтадық па? Қан 1-2 секунд келейін және болдықша болсақ орнымызға жайғасып отырамыз. Орнымызға жайғасып отырамыз. Қаны 3 шапалау қайды. Тапсырма бітті. Енді бірінші топ сендер қай топты тексердіңдер? Үшінші топты тексердіңдер. Енді орнымыздан тұрып айтайық, неше сөзі қате болды? Қатыр айтыңыз. Жалпы 2 қате ғана шыққан, қалғаны дұрыс. Ал бұл тапсырманың балы 3 балл болатын. Енді бұл топқа неше балл бере аласыңдар. Мүлдем құлдыратып жіберуге болмайды. Қазір барлығының қатесін есептейік. Сонымен қанша қатеге біз қанша балл алатынымызды ақылдасамыз топпен. Кәні екінші топ. Сендер қай топ тексеріңдер? Бірінші топта. Бірінші топта мияла кесіндер. Ал термин сөздерден бір қате. Жалпы 5 қате. Орнымыздан тұрамыз. Біз екінші топта тексерді. Оларда мияла кесіндерде 4 қате, термин сөздерде 3 қате, диалек сөздерде 3 қате. Демек, өте көп көлемде қате жіберген. Бізде қай топ болды? Екінші топ болды. Демек, екінші топқа неше балл береміз? 1 балл береміз. Барлық оқушылар атсалысқан болса, барлық оқушыларына 1-1 баллдан беріп шығасыңдар. Бірінші тапсырма бойынша. Ал енді мына қалған топтарға 2-2 балл алдыңдар. Демек, өздерінің топтарының ішінде ол 2 баллды алуға атсалысқан оқушының бәріне 2 баллдан беріп шығамыз. Түсінікті ма? Тән саламыз, қағазды қатесінде дұрысында салып қояйық, алып кетейін. Ала қойсын. Себептерді бана бере қоямыз. Барлық себептермен. Енді балды көп шықтың да бұдарыңа. Енді келесі тапсырмаға көшеміз балды. Енді қараңдар, маған мұқият қараңдар. Енді бізде жазылу тапсырмасы жүзеге асады. Қазір ол үшін сендер кітаптарында ашасыңдар. Кітабымызды ашамыздан. Қазақша кітабын ашамыз.
әркім өзі орындайды, жеке жұмыс. Түсінікті ма? Әркім жеке өзіне бал жинайтын мүмкіндік бар осы жерде. Енді сендер мәтінді оқып, ауызекі және көркем сөйлеуге тән ерекшеліктерді бөліп жазасыңдар кестеге. Бірінші мәтіндегі сендер аласыңдар да, бірінші мәтіндегі ауызекі сөйлеуді аласыңдар. Бірінші мәтіндегі көркем сөйлеуді жазасыңдар. Түсінікті ма? Бірінші мәтінде көркем сөйлеу тілі, екінші мәтінде ауызекі сөйлеу тілі жазылады. Бесінші тапсырмадағы бірінші мәтіннен көркем жазуды, екінші мәтіннен ауызекі сөйлеу тілдегі сөздерді теріп жазамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 18-і сынып жұмысы. Бұл тапсырманы орындауға балалар сендерге жазба жұмысы ойланып оқу керек болғандықтан 5 минут уақыт беремін. Балалар, бұл жерде жұптық жұмыс емес, топтық жұмыс емес, жеке жұмыс. Сондықтан ешкім ешкімге үстеме жасамауы тиіс. Отырып жазамыз. Ойларын жинақтап тез-тез сызған дүниелеріңізді жазуға тырысамыз. Өйткені бір минут уақыттарыңыз қалды. Уақыттарымыз аяқталып келе жатыр, ойларыңызды жинақтаймыз. Бір минут уақыттарыңыз болды. Жылдамдатып жазамыз. Соңғы минутта жұмыс жасап жатсыңдар балалар. Ойларыңызды жинақтауға тырысыңдар. Жылдам жазуға тырысамыз. Бірінші топты бір-екі оқушысы аяқтаймыз. Бұл жұмыстарды жылдамдатамыз.
Алар вакыт бітті. Ya, şakalarımız, kımhanlar görüyoruz, onca şakalar. Endi balalar, bu жұмысты тексеру үшін жүгіммен алмастырасыңдар. Сағат тілімен дәптердеріңді бір-біріне беріңдер. Сағат тілімен береміз. Сағат тілімен дәптер ауыстырамыз. Ауыстырдық па бәріміз? Сағат тілімен дәптер ауыстырдық па? Енді мен сендерге тапсырманың кілтін шығарамын. Кілт бойынша тексеріп, неше дұрыс жауап бар? Сол бойынша бағаланасыңдар. Енді қараңдар. Тапсырмада 2 балл болатын, егер барлығы дұрыс болатын болса 2 балл бересіңдер, қатемен болатын болса 1 балл алады оқушы. Енді қара. Ауызекі сөйлеу келмектен сөздер. Сұмырай, бар ма? Қарабай, отырмай, қайтем енді. Осы сөздер кездескен болса, демек ол дұрыс тапсырманы орындады деген сөз. Ал енді көркем сөйлеу ерекшелігі әйнектерінен жасалған, әйнектерінен күн сәулесі, жапырақты ағаш, аялы ылыққан деген сөздерді жазған болса, демек балаға не істейміз? Сол 2 балл тиесілі 2 баллды береміз. Тексердік па? Болды, онда да әркімнің дәптерін өзіне қайтарамыз. Сағат тілімен енді кім-кімді бағалады, соған балл қойып шықсын. Бағалау парақшасын алып, кім-кімді бағалаған еді, соған балл қойып шығамыз. Кім-кімді бағалады, соған балл қойып шығамыз. Қойдық па? Ал енді қойып шықтық па бағалауды? Бағалау парақшаларын қайда? Жылдап қойып шығыңдар. Қойдық қоя? Өте жарайды. Бағалау парақшаға қойылды ма балалар? Арамызда мүлдем балаламаған оқушылар да болды. Енді келесі тапсырмада белсенділік танытуға тырысамыз онда. Балалар, қазір мәтінді оқып түсініп алыңдар. Осы мәтінге келісу, келіспеу, сендердің ойларыңды анық жеткізу үшін енді топпен жұмыс жасаймыз. Енді қараңдар, топпен не жұмыс жасаймыз? Бірінші топ, 2 мәтінмен оқыңдар. Біреуіндегі аңыздағы бәйтеректі оқысаңдар, екіншілері Астанадағы бәйтеректі оқиды. Осы 2 мәтінді қайталана отырып талдайсыңдар. 2 мәтінді де біріктіре талдайсыңдар. Ол дегеніміз 4 сөйлем әдісі. Білеміз ғой 4 сөйлемді? Білеміз ғой, 4 сөйлем әдісі бойынша талдаймыз. Менің ойымша бұл мәтінде 2 мәтінді бірге қамтимыз. Түсінікті ма? Онда жұмыс жасаймыз. Екінші топқа бірінші мәтін берілген. Түсінікті ма? Мәтінді егер сендер жазсаңдар, қалай аяқтар едіңдер? Өз ойларымен мәтінді жалғастырып аяқтап көріңдер. Егер сендер бірінші мәтінде Астанадағы бәйтерек туралы берілген қойы, егер сендер мәтін жазатын болсаңдар, мәтіннің соңына қандай ақпараттар олса беріңдер? Қанал? Сөйлем 1-5 Ал енді жартоп қараймыз. Сендерге үшінші топ екінші мәтін сендер аяқтау берсе, қалай жалғастырып аяқтар беріңдер? Тәмтөккен Нұрали топ бағысымен жасаймыз, топпен жұмыс жасаймыз. Балалар, 4 сөйлемден жазылатын болғандықтан сендерге 3 минут уақыт береді. Өйткені 4-ақ сөйлем жазасыңдар. Барлық топ 4 сөйлем, бірақ 3 балл деген балға ие боласыңдар.
Балалар, сендердің бұл тапсырмаларыңды мен бағалаймын, мұғалімнің бағалауында болады. Мен сендерге басқа тапсырма бергенде жинап аламын, мен жылдам бағалап шығамын. Балалар, екі минут уақыт. Bir жарым минут. Барлық топ 4 бөлімнен ашылады. Алар жылдам айтамыз, білмей қалыптарыз. Vallahi vakit bitti. İşte falan. Oturalım. Oturalım. Ben bu cinayet kaptayız. Janya, cinayet. 1, 2, 3. Bu bağlılığı bizim de gayetlerle men жүргізетін боламын. Bu bağlılığı men жүргіземін. Қайта тұтынғанесын. Қазір сендерге тапсырма беріп, сол тапсырманы орындап жатқанда мен сендерге балаларды айтатын боламын. Енді балалар, 4-ші тапсырма, бұл біздің ережеге байланысты, пысықтау үшін енді қараңдар. 3 тұрақ бар. Ол үй тұрағы, бақша тұрағы, отбасы тұрағы. Сендер қазір берілген сөздерді пайдаланып, сонымен қатар қай тұрақты алатындарыңызда сендер таңдау арқылы қазір қағаз таңдау арқылы белгілі болады. Сендерге тұрақтарға сол сөзді жеткізу үшін балалар, бір тұрақтан бір тұраққа сөзді жеткізу үшін сендерге арнайы көлік беріледі. Осы көлікті пайдаланып, сендер қажет сөзді қажет тұрағына жеткізесіңдер. Мысалға, бір топқа үй тұрағы, үй бекеті түссе, демек олар үйге қатысты не істейді? Сөздерді, диалект сөздерді теріп жазады. Біздің негізгі тақырыбымызда бұл тақырыпта диалект сөздер болады. Демек, қазір жылдам 1 минут уақыт береді. Аға сендерге қай бекет түскенін қараймыз, сендерге. Балалар 1 минут уақыт. Жылдам 1 минут уақыт. Қағаздарды. Жылдам 1 минут уақыт. Қай бекет түсті, соған 1 минут уақыт. Ал сендерге сол 1 минут уақытта мен пайдаланып, мен жүктәрін түседі. Beketlerimde alasınlar da sendер 3-ші неге апаруларың керек қой, міне. Ойын 3 алып барасыңдар. Тексертуге, әркіміз тексертуге апарасың. Наведенге апарың да тексертуге. Сүйретуге дайынсың ба? Бірінші топ өз бекетіне жіберді көлігін. Екінші топ уақыттарын бітті, қайын жібереміз. Не жинай алыңдар, қай топқа жібересіңдер? Өз бекетіне екінші топ жіберді. Саны 3 топ. 3 топ.
Bitti. Uақыт бітті балдар. Ya, отырамыз. Мына топ дұрыс па? Дұрыс жеткіз ма? Екеу дұрыс емес дейді. Мына топ ше. Біреу дұрыс емес. Мына топ. Дұрыс па? Дұрыс емес. Неше сөз дұрыс емес екен? Бір сөзі дұрыс емес екен. Бұл тапсырмаға 1 балл беріледі. Үшінші топ балл аламайды. Қалған топ балл алады. Демек, барлықтарына 1-1 балдан қойып шығасыңдар. Сендер өздеріңе балл қоймайсыңдар. Ал енді тыңдаңдар балалар. Балалар мені тыңдаймыз. Мен сендердің тапсырмаларымды тексердім. Бірінші топ. Мұғалім тексеру. 2-3 балдан 2 балл алды. Себебі 4 сөйлем әдісі бойынша толыққанды дұрыс орындамаған. Келісесіздер ме? Келіседі өздері. Ал 2 топ өте жақсы пайдаланған. Сендер 3-3 балдан беріңдер. Кәне өз балдарыңды қойыңдар. Ал балалар, біздің сабағымыз соңына келіп жетті. Дереу сендерге шығу парағын беремін. Бүгін сабақтан алған әсерлеріңді осы шығу парағы арқылы орындаймыз, балалар. Ал шығу парағы арқылы балалар орындаймыз. Жылдан сабағымыз аяқ. Ал сендердің бағалау парақшаларын мен ағалам. Сендер қанша балл жинағандарыңды сендердің есепке қоямын. Енді қараңдар. Балалар, енді қараңдар. Мен сендердің бағалауларымды айтып өтейін. Бізде өте жоғары балл жинаған оқушылар да болды. 9-8 деген балл жинаған, әрине 10 жинаған оқушы табылмады. Бірақ сонымен қатар балалар өте өкінішті 4 балл жинаған оқушыда кездесті. Ол баламен демек тағы да жұмыс жүргіземіз. Ал бүгінгі сабақ бойынша бағаларымды мен күнделік кезекке қойып шығамын. Сол жерден анықтап аламыз. Түсінікті ма? Сабақта түсінбеген жерлер болса, мен кері байланыстан алып, сендермен тағы да жұмыс жүргізуге, келесі сабаққа енгізуге тырысеміз. Ал балалар, шығарып қағазын маған береміз.